Неге бүкіл әлем Геннадий Головкиннен қорықты? Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Егер әлемдік спорт жұлдыздарының өмірі, тарихтағы ең ірі оқиғалар және аңызға айналған тұлғалар туралы осындай сапалы видеоларды жіберіп алғыңыз келмесе, дәл қазір арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл бізге жаңа әрі қызықты видеолар шығаруға үлкен қолдау болады. Ал енді бүгінгі кейіпкеріміз Қазақстанның мақтанышы, әлемдік бокстың аңызы Геннадий Головкин. Оның аты аталғанда қарсыластары жай ғана чемпионды емес, кез келген сәтте жекпе-жекті бір соққымен аяқтай алатын ерекше боксшыны елестейтін. Көптеген сарапшылар оның күшінен емес, салқындығынан қорқатынын айтқан. Бірақ шынымен де бүкіл әлем Геннадий Головкиннен неге қорықты? Бұл сұрақтың жауабын бүгін бірге талдайтын боламыз. 1982 жылдың 8 сәуірінде Қарағанды қаласында дүниеге келген Геннадий қарапайым отбасында өсті. Ол бала кезінен ерекше жағдайларда өмір сүрген жоқ. Аулада басқа балалар сияқты ойнады, мектепке барды, бірақ оның өмірін түбегейлі өзгерткен нәрсе бокс болды. Геннадийдің ағалары оны спортқа жетеледі. Алғашқы жаттығулардан-ақ бапкерлер оның ерекше қабілетін байқады, бірақ таланттың өзі жеткіліксіз еді. Ол күн сайын жүздеген соққы жасап, сағаттап жаттығып, өзін үнемі шыңдады. Көптеген талантты балалар уақыт өте спорттан кетіп қалады, ал Головкиннің ерекшелігі ешқашан тоқтамауы. Әуесқой бокста оның нәтижелері таңғаларлық болды. Жүздеген жекпе-жек өткізді, халықаралық турнирлерде жеңіске жетті. 2003 жылы әлем чемпионы атанды, ал 2004 жылы Афина олимпиадасында күміс медаль жеңіп алды. Көпшілік дәл сол кезде ақ оның болашағы жарқын екенін түсінді. Кәсіпқой боксқа ауысқаннан кейін бәрі одан да қызықты бола түсті. Бастапқыда оған үлкен жарнама жасалған жоқ, бірақ рингте шыққан сайын адамдар бір нәрсені байқай бастады. Бұл адам қарсыластарын жай ғана жеңбейді, оларды тоқтатады. Көптеген чемпиондар ұпаймен жеңіске жетуге тырысса, Головкин қарсыластарын соңына дейін қысыммен ұстайтын. Ол ешқашан асықпайтын, ешқашан эмоцияға берілмейтін. Бірақ уақыт өте қарсыластар шаршағанда дәл соққыларын жаудырып, жекпе-жекті мерзімінен бұрын аяқтайтын. Оның ең үлкен қаруы нокаут күші еді. Көптеген қарсыластары алғашқы раундтарда өздерін жақсы сезінетін. Бірақ 4-ші, 5-ші немесе 6-ші раундтан кейін жағдай күрт өзгеретін. Головкиннің соққылары ауырлай беретін, ал қарсыластарының қозғалысы баяулайтын. Сарапшылар мұны жай ғана күш емес, мінсіз техника деп бағалады. Тағы бір ерекшелігі – темір иегі. Көптеген чемпиондар ауыр соққы алғаннан кейін өзгеріп кетеді, ал Геннадий ең ауыр соққыларды қабылдап, ешқашан болмағандай алға жүре беретін. Осы қасиетті қарсыластарына психологиялық қысым жасайтын. Өйткені олар мен бар күшіммен ұрдым, бірақ олар әлі де келе жатыр деген ойға қалатын. Головкиннің қорғанысы ерекше болды. Ол көп қозғалған жоқ, артық әрекет жасаған жоқ, бірақ әр қимыл есептелген еді. Бір ғана қате жіберсеңіз, ол оны бірден пайдаланып кететін. Сондықтан көптеген қарсыластары еркін жұдырықтаса алмады. Ең қызығы, көптеген чемпиондар Головкинмен кездесуге асықпады. Себебі оның стилі өте қауіпті болатын. Жеңсеңіз, бұл қалыпты жағдай деп қабылданады, ал жеңілсеңіз, мансабыңызға үлкен соққы. Сондықтан кейбір үлкен жекпе-жектер ұзақ уақыт ұйымдастырылмады. Бұл туралы жанкүйерлер де сарапшыларда талай рет пікір білдірді. Геннадийдің ең есте қалған қарсыластарының бірі Саул Канело Альварес. Бұл тек екі боксшының кездесуі емес еді. Бұл өз дәуірінің ең үлкен қарсыластарының бірі. Бірінші жекпе-жек тең аяқталды. Бұл шешім үлкен пікірталас туғызды. Көптеген жанкүйерлер Головкин жеңді деп есептеді. Екінші кездесуде жеңіс Канелоға берілді, бірақ бұл нәтиже ұзақ уақыт талқыланды. Үшінші жекпе-жек олардың тарихындағы соңғы нүкте қойғандай болды. Қалай болғанда да бұл қарсыластық қазіргі бокстың ең маңызды оқиғаларының бірі болып қалады. Головкинді ерекше еткен тағы бір қасиет қарапайымдылығы. Ол ешқашан қарсыласын балағаттамады, артық сөйлеген жоқ, өзін ең мықтымын деп жариялаған жоқ. Ол барлық сөзін рингте айтты. Бұл мінезі жанкүйерлердің құрметі одан әрі артты. Қазақстан үшін Геннадийдің жетістігі тек спорттағы жеңіс емес еді. Ол Қазақстанның атын миллиондаған адамға танытты. Көптеген шетелдік жанкүйерлер Қазақстан туралы алғаш рет дәл осы Геннадий Головкин арқылы білді. Оның әр жекпе-жегі кезінде әлемнің түкпір-түкпірінде Қазақстан туы көрсетіліп тұрды. Бұл кездеген спортшының қолынан келе бермейтін жетістік. Бокс сарапшылар оның стилі жиі талқылайды. Олардың пікірінше Головкин табысының бас себепкері дәлдік, соққының күші, рингті басқару, қарсыласты оқи білуі, физикалық төзімділігі, темірдей тәртібі. Осылардың барлығы бірігіп оны өз дәуірінің ең қауіпті боксшыларының біріне айналдырды. Бірақ әлемнің Головкиннен қорқуынан бас себебі бір ғана нәрсе емес. Бұл бірнеше қасиеттің үйлесімі.
ол өте сабырлы еді, қысымға берілмейтін, қателік жасамайтын, қарсыласын шаршататын, ал мүмкін туған сәтте жекпе-жекті аяқтайтын. Осындай қасиет кез келген қарсыласқа үлкен психологиялық қысым түсірді. Бүгінде Геннадий Головкин рингтен алыстағанмен, оның есімі әлі де әлемдік бокстың тарихында ерекше орын алады. Ол қазақстан жас спортшыларға үлкен үлгі болды. Ең басы ол чемпион болу үшін тек талант емес, еңбек, тәртіп және мінез қажет екенін дәлелдеді. Сіз қалай ойлайсыз, Геннадий Головкин өз дәуірінде ең мықты орта салмақтағы боксшы болды ма, әлде оның басты қарсыласы Канело Альварес пе? Пікіріңізді міндетті түрде төменге жазыңыз. Барлық пікірді оқимыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліңіз және қоңыраушыны қосуды ұмытпаңыз. Алда әлемдік спорт аңыздары мен ұлы тұлғалар туралы одан да әрі қызықты сапалар видеолар күтіп тұр. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.